Assalamualaikum. Келген қонақты құдайындай сыйлайтын ағайын. Пайғамбарымыз заманынан ғибратты бір әңгіме әл-Қисса. Сахабалардың біреуі тым қонақ жай болатын. Әйелі болса күйеуінің күнде қонақ етіп келуін жақтырмайтын. Тіпті болмаса күн сайын бірнеше қонақ етіп келуіңді қашан қоясың? Бала-шағаның несібесінен соларға жүріп келмесең қайтеді деп реніш білдіретін. Күйеуі оған онша көп мән берместен қонақшылар етін тастамайды. Әйелі бір күн шыдай алмай үйдегі жағдайды айтып пайғамбарға шағымданады. Я Расулла, күйеуім күн сайын кеш болса болды үйге топырлатып қонақ ертіп келеді. Бар тапқан солардың аузына жайып салады. Құдай бетін арлы қылсын, бір күні өзі ауыры қалса, қалғанымыз аштан өлерміз деп қорқамын дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әлгі әйелдің күйеуін де шақыртты. Әлгі сахаба, мен үйде қонақсыз отыра алмаймын, Расулла. Дастарханнан қонақтың дәм татқаны мен үшін үлкен қуаныш деп, әйелдің дегеніне көнер болмады. Пайғамбарымыз әйелге қарап, бұдан кейінгі уақытта бірақ қонақтың келгенін қалай қарайтындығын сұрады. Алайда әйел оған да разылық танытпады. Мен балаларының несібесін кім көрінгеннің өлежеуіне қарсымын деп тұрып алды. Ақыр соңына келе күйеуі мен әйелі бір қонаққа келісіп өзара ымыраласты. Бірақ сол күні кешке күйеуінің үйге тағы да екі адамды етіп келгенін көргенде әйелі тағы ашуға мінді. Тамақ әзірлеу үшін ас үйге кірді. Іштен тынып жүріп, үш адамдық тамақ әзірлеп, күйеуіне береді. Аздан кейін қонақтардың біреуінің сытылып үйден шығып кеткенін байқалды. Әзірленген тамақтың біреуі желінбей қалды. Әйел күйеуінен қонақтың біреуі неліктен тамақ ішпестен шығып кетті деп сұрады. Алайда күйеуі екінші қонақтың келгенінен бейхабар болып шықты. Ол таңдана, сен қай қонақты айтып тұрсың, мен іште отырған бірақ қонақты етіп келген жоқпын ба деді. Бірақ әйелі анық көрді, келген екі қонақтың біреуі тамақ ішпестен шығып кеткен еді. Әйел мен күйеуі мәселенің төркін пайғамбарымыздан ұқпақ болады. Екеуін жақсылап тыңдаған пайғамбарымыз болған жайды оларға былай деп түсіндірді. Иә, негізі үйге екі кісі келді, алайда бұлардың біреуі адам бейнесінде келген сол қонақтың ризығы болатын. Алла тағала әйелге үйге келетін әрбір қонақтың өз ризығымен келетін көрсету үшін жаңағы көріністі оған әдейі көрсеткен. Әйелің қонақтарға жеткілікті тамақ әзірлегенмен, ол ризық бәрібір ортаймаған болатын. Мына жайтты жақсы ұғыңдар. Әр қонақ өз разылығын ала келеді. Ешкімде ешкімнің несібесін ауызға салмайды. Үйге келген қонақ қайта сол үйдің ырзық несібесімен қоса берекетін де арттыра түседі, деді пайғамбарымыз. Бұдан кейін әйел де өз қателігін түсініп ниетін түзепті. Мінекей ағайын, қонақ келсе құт келер деген осыдан қалған болса керек.